Көптеген демократиялық мемлекеттерде елді қалай басқару керек. Көпшілікті алатын партия үкіметті қалыптастырған кезде, партия басым көпшілікке жетпеген кезде, ол коалициялық үкіметті құра отырып, күш-жігерді басқа партиялармен біріктіруі тиіс. Швейцарияның атқарушы билік құрамына әртүрлі партиялардан саясат кабинет кіреді. Бірақ бұл коалициялық үкімет емес. Оның орнына швейцариялықтар арнайы жүйе ойлап тапты. Бұны олар сиқырлы формула деп атайды. Формула алғаш рет 1959 жылы қолданылды. Бұл Швейцария кабинетіндегі 7 орынды 4-тен бөлудің жолы болды. Ірі партиялар үшін идея консенсус негізінде шешім қабылдау. Бұл егер ең мықты партия барлық шешімдерді қабылдаған болса. Швейцарияда оппозиция көп болады, немесе адамдар кез келген даулы мәселе бойынша дауыс беруге мәжбүр болады. Шешімдер үнемі бұғатталады. Оның орнына көптеген ойыншылар мен олардың лоббилері Швейцарияның тікелей демократия брендін алға жылжытатын саяси шешімдер қабылдауда елеулі дауысқа ие болғандықтан министрлер кабинеті олардың мүдделерін ескеруі керек. Заңда жазылмаған сиқырлы формула бұл Швейцария арасындағы соңғы жылдары көптеген партиялармен жасалған ресми емес келісім. Дегенмен бұл формула 2003 жылғы парламент сайлауында сұрақтар тудырды. Министрлер кабинетінде бір орынға ие болған партия ең үлкен жеңімпаз болды. Сондықтан ол өзінің орнын парламенттегі ең үлкен деп тапты. Нәтижесінде өзінің пайдасы үшін сиқырлы формуланы орнатуға мәжбүр болды және оның тілегін қанағаттандырылды. Бірнеше жылдан кейін теңдеу одан сайын күрделене түсті. Министрлер кабинетінде партия пайда болғанда магиялық формулаға әлі өзгерген жоқ. Кабинет құрамы парламенттегі партиялардың санын көрсетеді. Бұл консенсустық саясатты қамтамасыз ету үшін қажетті шарт болып табылады. Кейбіреулер иә деп жауап берді. Өйткені министрлер кабинетін әділетті сайлады. Ал басқалары жоқ деп жауап берді және өз пікірлерін дәлелдеу үшін олардың санын азайтты. Сиқырлы формула жарты ғасырдан астам уақыттан кейін енгізілгендіктен партияларды сол жақтан және оң жақтан ортасында екі блокқа бөлді. Бұл шамамен 2-ның 3-ке қатынасына әкелді. Алайда 2003 жылы ара қатынаспен пікір 4-тен 1-ді құрады және сиқырлы формула туралы даулар жалғасуы мүмкін. Жалғыз сенімділік бұл консенсус саясаты принцибін ұстануға ниетті.